Сәлем достар, бұл Бригз Ода YouTube арнасы, біз болжамдар бағдарламасын жалғастырамыз. Эл Классико. Үшінші осы маусымдағы Эл Классиконы біз болжаймыз, талқылаймыз, әңгімелейміз, және бүгінгі видеода бізде қонақта Абылайхан Балмағанбет, өткен турдың жеңімпазы, құттықтап қойсақ болады. Рахмет. Тамаша болжам жасадың. Және бізде жаңа персонаж ашылды. Разблокирован новый персонаж Әлібек Кенжалы, Спорт Пульс телеарнасының резиденті сек болады, сарапшысы. Бізді міне жаңа шақырып отырмыз, комментарийді қолдап кетіңіздер. Және бүгін осындай маңызды матчқа біз Әлібекті шақырып отырмыз. Рахмет, қош көрдік. Енді тамаша әңгіме болатын сөзсіз. Енді Абылайханға оралсақ, әбеке. Сөйтесіңдер ау. 1,5 шықты. 1,5 1,5 күні болды. Қайталап өтетін болсақ, міне Абылайхан Балмағанбеттің өткен Чемпиондар лигасы ойындарына болжам осындай болды. Интер 1,5-ден көп, Реал Мадрид Арсенал ойынында екінші таймда кемі 2 гол соғылады. Астон Вилла ПСЖ ойынында да Астон Вилла кемі 2 гол соғады деген болжам сәтті шығып 93.410 теңге жеңімпаз жалпы ұтысқа ие болды. Ал менікі жалпы Реал Мадрид Арсенал ойынында Арсенал жеңіске жетіп 4.86-ны шығарды. Бавария Интер ойынында Бавария жеңіп тұрып жеңіліп қалды. Астон Вилла ПСЖ ойынында ПСЖ 2-0 есебімен жеңіп тұрып, ол да жеңіліп қалды. Жалпы ондай не фантастика емес деп айттым ғой. Болып қалуы мүмкін. Ондай мүмкіншілік болды менде де. Және сенің анау өткен бағдарламада жігіттер мені мынау қарауы мүмкін деп 1,6 коэффициенттің бірінші қадам ана ойын екеуі кейін болады. Арсенал жыбы шығады дейді. Міне есеттің және біздің көрермендердің болжамы мынандай, жалпы көрермендерде қадалды. Жалпы барлығы скриншотта көріп тұрсыздар. Ал енді жігіттер, біз видеомызды бастайық. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Сенбі күні түнгі 1-де Севилья қаласындағы Эстадио де ла Картуха стадионында жаңартылған аренада біз Испания кубогының финалын тамашалаймыз. Эл Классико. Жалпы осы маусымда 4 Эл Классико болады, кем дегенде. 5 рет болуы мүмкін еді, бірақ енді Реал Мадрид ұшып кетті, жанкүйерлердің өкінішіне қарай. Және міне 3-ші Эл Классико бұл өте маңызды. Жаңағы Ла Лигадан да маңызды болуы мүмкін, өйткені бұл жерде Барселонаның требл алу мүмкіндігін Реал Мадрид тоқтатуы мүмкін. Мотивациясы өте жоғары. Реал Мадрид Чемпиондар лигасына ұшқаннан кейін Ла Лигада да 4 ұпайға қалып тұрғаннан соң бар күшті жігерді. Жалпы осы маусымның шешуші ойыны Реал Мадрид үшін осы сенбі күні болады. Әлібек, сізден бастайық. Жалпы бұл матчқа қандай ой пікіріңіз бар? Қазір енді әлемде 3 команда еді ғой треблге. Жақын шансы бар. Интер енді дербиде ұтылып қалғаннан кейін 2 команда қалды. Енді қазір Интер қалай ұтылды? 3-0 есебімен масқарап. Ол да дерби. Миланнан. Енді бұл жерде мен ойымша Барс фаворит. Ойын жағынан да, ойыншылар жағынан да бәрінен де фаворит. Жалпы осы маусымда енді 2 ойын. Сенің ойын ғана емес ау. Бүкіл әлемнің ойынша қазір Барса фаворит тұр. Фаворит дегенде былай басым деп айту қиын әлі де. Бәрібірде скромный отыр ғой. Барселонаның жанкүйерлері айты ұялмаңдар. Соңғы 10 жылда біз фаворитпіз деп айтатын маусымдарың болады ғой. Неге ұяласыңдар? Сәл-сәл ұялып тұрмын енді. Ұялма. Жалпы Ла Лигадағы Арзай және Суперкубоктегі ойынды еске алайықшы. Ла Лигада 4-0 есебімен жеңілді. Сантьяго Бернабеуде. Суперкубокта есінде, ол ойын есінде болса, жалпы сол ойындармен салыстырғанда Реал Мадридте не өзгерді? Бұл Барселонаға қазір қандай жаңа нәрсе көрсетуі мүмкін? Жалпы осы 4 тайм болды ғой, енді 2 матчта 2 таймнан. Сол 4 таймның жалғыз ғана жақсы ойнаған Реалдың бірінші ойынның бірінші таймы. Ла Лигада бірінші ойынның бірінші таймы. Офсайдтар таймы ол. Офсайдтар ол кезде енді шығып атты, офсайдтікі, ловушка деп, фликтің ол кезде 10 ба 13 ба офсайд болды ғой. Жалпы бірінші таймда Реал Мадрид 8 мәрте офсайдта. Жетеуін Мбаппе ұстады. Мбаппе соңғы. Офсайд
мен ала беріңдер дегенше. Мбаппе жоқ деп ше. Енді білмеймін, одан кейін енді көп зат болды, көп зат өзгерді. Бұл матчта кім ойнайды, кім ойнамайтын енді айтып кетейік. Барса сапынан сол жаққа қорғаушысы Балде жоқ, және Левандовский жоқ. Реалда тоже сол жақ қапталдағы қорғаушы жоқ. Және Мбаппе енді қазір сұрақ белгісіз тұр. Дұрыс па? Бұл жерде және Камавинга жоқ. Енді мен Камавинганы сол жақ қорғаушы деп санап тұрмын. Себебі бұл жерде менің ойымша фаворит сол позиция Камавинга. Ең жақсы ойнайды. Менің ойымша да ең көп жаңағы ойынға ықпалы сол жерде ең көп Камавинга. Осы жақында ғана осы Ферлан Менди командамен бірге жаттығуды бастады деді. Дегенмен бірден Эл Классикоға сонымен қоса Ямалға қарсы шығара салу сәлетті қатыгездік болады. Сол айналып келген кезде Алаба шығады бәрібір. Жоқ, Алабаның өзі де жарақат болып тұр. Қазір ол да сұрақ белгісі ғой. Енді Фран Гарсия деп тұр. Қазір Анчелотти кеше ойыннан кейін сұхбатында негізгі бізде жалғыз сол жақ қапталдағы қорғаушы ол Фран Гарсия. Фран Гарсия Арсеналға қарсы, Мартинеллиға қарсы жүгіргенін көрдік. Бірақ енді жоқ, енді ол екінші тайында шықты. Бәрібір де бүйтіп диагоналмен жүгірді. Бұл жерде Фран Гарсияның жылдамдығына қатты күмән келтіретіндей жағдай емес деп ойлаймын. Бәрібір де. Өйткені Хетафеге қарсы ойында да көрдік. Фран Гарсия сол қапталдан мықты шабуылға араласады. Бұл жерде енді жоқ, ол шабуылға араласады ғой. Ол Фран Гарсияның жаңағы сол жақ қорғаушылардың ішіндегі ең шабуылға араласатын, шабуыл жақсы көретін үші оның бір жақсы жері анау Марсело сияқты кіріп кеткенді ұнатпайды да. Ол береді басты. Бірақ оның қорғанысқа қайтуы оның ең басты проблемасы. Онда бетейік. Ең басты мәселесі. Енді бірден құрамдарды бастап кеттік қой. Қазір біз өзіміздің схемамызды алып, бүйтіп тұрып қолым созып ала саламын да. Көтеріліп жатырмыз. Және әуелі қай командадан бастаймыз? Барсынан бастайық, номиналды қожайындар солар ғой. Номиналды қожайындардан бастайық онда. Қақпада честный. Войцех Шесный бұл жерде. Теріс дегендерің кәдімгідей медициналық тексерістен өтіп жатыр. Енді Элгачиға шығармайды ғой. Жалпы дегенім құтты болсын деп жатыр ғой енді. Маусымның ең маңызды сочный 10 ойыны қалды ғой. Болды, бірақ оған шықпайды ол. Бұл кездесуге міндетті түрде шығарыңдаршы дегенше. Енді 10 қапталдан бастайық. Жүлкінді. Бұл жерде сөзсіз 100%, бұл жерде Жүлкіндеден басқа нұсқа жоқ. Орталық қорғаушылар жобы. Кубарси және Иниго Мартинес. Сөзсіз, бұл жерде де күмән жоқ. Бірақ қосалқы құрамнан Рональд Арауха шығады деп ойлаймын Кубарсидің орнына. Мүмкін. Сол қапталдағы қорғаушы жалпы дәл қазір проблема мынау емес. Мынау болып тұр негізі Барселонада. Ол жоқ, Барселонада емес, ол Реал Мадридте де осы болып тұр. Енді Барселонаны айтып қойық та енді қазір. Жалпы. Екеуінің де ауруы бір болып тұр негізі. Сол қапталдағы қорғаушы. Бұл жерде кім? Сквозняк. Жерар Мартин деген нұсқа бар. Порт деген негізі оң қапталдағы қорғаушы. Оң аяқты, оң жақталды қаптаушы. Бірақ негізі Фликтің байқасаңдар, Фортқа сол жақ қапталға чуть-чуть симпатиясы бар екен байқап қалғандай болдық па? Соңғы ойындарда. Оның бір симпатиясы, мына жақта офсайдный линияны айтып жатырық қой. Жерар Мартиннің ең басты қателігі осы Сельтаға қарсы ойында да көрініп қалғаны, мына линияны дұрыс ұстай алмайды мысалы. Мынау үшеуі көтерілсе. Ол видеоны көрдік бәріміз. Артық айтып алған. Ол Сельта емес, жалпы бар ол негізі. Жалпы соның сыгранность жағынан бір сұрақтар бар. Форт бұл жағынан қарағанда сәл басымдырақ. Бірақ жалпы қарағанда менің ойымша да Жерар Мартин шығатын сияқты. Бұл жерде екі опорка. Енді екі опоркада да бұл жерде енді қатты күмән жоқ. Де Йонг пен Педри. Гави 63-ші минутта шығады. Или 65-ші минутта. Бірақ он қосалқы құрамда тұра тұр. Негізі құрамды аяқтап болайық. Бұл жерде оң қапталда Ламин Ямал. 13 нөмірді берейін бұл жігітке мен әзірге. Фати шықпайды бәрібір де. Ламин Ямал. Бұл жерде енді ойбу. Фран Гарсияға ең болайын деп тұр негізі. Фран Гарсияға. Ал енді біз басты. Енді мынау Рафиня екен түсінікті. Рафиня екен айтпай қойық бұл жерде. Енді мынау екі футболшы жігіттер. Кім? Жоқ, сендерде кім дейтінде нұсқа жоқ қой? Жоқ, мына жерде сұрақ жоқ сияқты. Мына жерде сұрақ жоқ сияқты. Ол жерде Ферран Торрес. Алғашқы минуттардан Ферран Торрес пен Ольмо. Ольмоны қояма деп тұр. Ольмо мына жерге шығады. Сен мынау Ферран Торрес айтып тұрсың ба? Иә. Жоқ, мен мынау позиция нақты. Бұл жерде Дани Ольмо. Бірақ мәселе балада. Дани Ольмо Ферран Торрестің орнына шығып, шабуылшы позициясында да ойнай алады негізі. Ойнап біледі.
бірінші таймнан болмаса да екінші таймда тура осындай өзгеріс орын алуы мүмкін. Мысалы Ферран Торрестің орнына жаңағы Гави немесе Фермин Лопес шығып, Дани Ольмо орталық шабуылшы позициясына ауысуы мүмкін. Мүмкін. Егер Дани Ольмо әрине күш жететін болса. Ал қазір Дани Ольмо деп алайық, және бұл жерде одан биік тұратын орталық шабуылшы Ферран Торрес. Шамамен осындай. Ол Себекс Флик бар ғой. Флик жалпы неміс бапкерлерінің ішіндегі ең өте көп қателік жібермейтін адам ғой. Мен ойлаймын, Дани Ольмо ол финалға келген кезде, именно Реал Мадридке келген кезде, ол білем Ферран Торресті ұнатпайсыңдар, бірақ Ферран Торрес бетон шығарады. Иә, Дани Ольмо максимум Ольмо екеуі анау Реал атакаға шыға алмай жатса, уже басымдықтарыңды байқасаңдар, мына жаққа қарай келіп алуы мүмкін, Ольмоны білесіңдер. Және мына екеуі, сондықтан қазір Ферран Торрес деппін ғой. Дани Ольмо өте мықты. Бірақ Дани Ольмоларың 65-ші минуттан кейін шамалы өкпесі ұстап қалатын бар енді. Жоқ, жақсы ойнайды негізі. Эл Классикода өкпе деген. Тиспей шалған дейші. Міне мына ойыншы туралы. Өкпе деген ұмытасың. Мына ойыншы туралы айтқым келіп тұр. Қазір менің ойымша, тек жеке менің ойымша, Педри әлемде ең үздік ойыншы. Ең үздік жартылай қорғаушы емес, ештеңе емес, тек ең үздік ойыншы менің ойымша. Жоқ, қазір енді жаңағы алтын допқа фаворит Рафиньяны мен көрдім. Жаңағы коэффициенттер бойынша да бәрін. Бірақ Педрин көрсеткен ойыны жоқ, мен де келсем, қарыш, әлемдегі ең үздік ойыншы мен үшін чемпиондар лигасы біткеннен кейін анықталады жігіттер. Жоқ, мен дәл қазір ойыншылар өте көп, бірақ мынаның қазір әлеуеті өте биік болып тұр. Ол енді түсінікті. Сондықтан жалпы бұл жерде Педри Ла Лиганың осы сәуір айындағы үздік футболшы атанды сонымен қосып. Бұл да негізі жақсы көрсеткіш. Педри қазір андай Хави мен Иньестаның екеуін бір андай қосындысы сияқты. Екеуінде Иньестаның дриблингі бар, Хавиның контролі бар. Соңғы осы Мальоркаға қарсы ойында сол Хавидің рекордын жаңартты. Бір матчта қарсылас алаңда 93% жаңағы пастары дәл кетті. Ондай это фантастика зат қой. Ол негізі қазір Ла Лигада өзінің алаңда жарайды, нақты 100% болуы мүмкін. Ол мына жақта 93% көрсету дейтін, ол дейтін хай класс. Оны қазір білмеймін, негізі Тони Кросс мүмкін көрсеткен шығар, бірақ жалпы қазір көрсетпейді ешкім. Педридің құдіретін, қадірін Боруссия Дортмундқа қарсы ойында көрдік қой негізі. Мысалы Педри жоқ болып еді, бұл жерде ойынды бақылау, контроль нөлге түсіп кетті. Сол үшін осы жылдағы жеңіліс сол Боруссия Дортмундтан алып тұр. Бұл жерде енді Реал Мадридке көшетін болсақ жігіттер. Реал Мадрид енді Боруссия Дортмундтың жағдайына ұқсас деп ойлаймын. Өйткені бұл матчта жеңілсе енді масқара болады. Бекс былай жасайықшы. Сен былай айтып шығамыз ғой қазір құраманы. Сосын мен өзім былай Анчелотти енді көрмейді ғой мұны. Өзім ұсынысым бар да, қалай ойнаған дұрыс сияқты деген сияқты. Енді ең бірінші онда қалай ойнаған дұрыстан бастайық. Қалай ойнаған дұрыстан бастайық. Өзім алайын. Бізге құрастыр. Реал Мадрид мынандай жүйемен жеңіске жетеді деп. Енді мына жерде сұрақ жоқ. Мына жерде 12-ші ойыншы. 12-ші жарайды. Әңгіме содан баста. Арсатон қой дегенше. Vamos барангече мына жерге қойып тұрайық. Әзірше мына жерде Куртуа, оны Анчелоттидің өзі де айтты. Куртуа Лунин әзір енді осы маусымнан кейін кететін секілді. Лунин. Куртуа оң қапталдан бастайық. Бұл жерде енді сұрақ бар сендерге. Былай. Мына жерде кім деп ойлайсыздар? Жоқ, сен өзің вариантында деймін. Мен үшін Лукас Васкес, Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия. Мына жерде былай. Мына жерде Чуамини. Менде екі вариант бар да. Біріншісі Ром, жарайды енді. Мына жерде Чуамини, мына жерде Вальверде, мына жерде Беллингем, Винисиус Мбаппе және Родриго. Мен ұсынысым бар да. Мына Мбаппені алып тастап. Мбаппе как раз жарақатта. Мбаппе как раз жарақатта. Бірақ қазір Мбаппе туралы айта өтейік. Мбаппе жалпы қатыспайтыны белгісіз. Дегенмен испаниялық басылымдар қатысады деп жатыр. Енді дәл осындай матчтарда айырмашылық көрсету үшін Мбаппені сатып алуы негізі Реал Мадрид. Сол себепті укол салып болсын, жалпы Мбаппе ойнайтын сияқты. Бәрібірде. Сосын қорғаныс кезінде енді мына тактика сәл Родриго былай шегініп. Енді Мбаппе жоқ деп тұрсын бұл жерде, Мбаппе жоқ. Ортада кім? Мен негізі, мен өзім ойымша Брайм Диас шығарған дұрыс. Брайм Диасты мына жерде Реалдың ең өзінің бір қай жерге ойнау керек екен, ол Барселонаның сол жағы. Бұл жерде мына жаққа
Вальверде мына жағынан және мына жерден Беллингем қосылса да мына жақта перевес шықса және Сен мына қапталда ұмытып кеттің ғой, Васкес ұмытып кеттің ғой. Васкес жарайды, ол мына жерде өзі Рафиньямен бірге бір қалатын ойыншы индивидуалды түрде. Мына жерде ол Хавидің кезінде де болды, қалай қолданды, Винисиусты бір Кундеге қарсы қалдыру және мына жақта басымдылық, большинствоны осы жерде құрастырып Винисиусты бір қалдыру. Мен ойымша ең ықтималды Брайм Диас шығарса, прессинг жағынан да прессинг жағынан да мен ойымша осы жақсы ұсыныс деп ойлаймын. Өте дұрыс айтып отырсың, бірақ сен қапталда қорғаушыларды Реал Мадридте өте биік ойнайды негізі қапталда қорғаушылар. Ол жігіттер қапталдағы қорғаушылардың қазір айтсаң, қапталдағы қорғаушыларды сақтап жалпы көмектесетін ол Чуамени. Мысалы, Чуамени көмектесіп жүре береді. Чуамени осы айдың Реалдың үздік ойыншысы, оны да айта кетейік. Тибо Куртуадан кейін де. Жоқ, жаңа официально ресми түрде жарияланған. Ол жанкүйерлердің ойы. Сарапшылар Куртуа дейді. Жалпы міне Винисиус жалғыз ойнамайды, өйткені Фран Гарсия тіпті кейбір кезде Винисиустан биік ойнайды. Фран Гарсияға негізі не осындай мақсат қойып қою мүмкін да, жаңа тек қана персоналды түрде Ямал енді жерге дейін түспейді ғой. Скорее всего, мына жерде ойнайды. Келсем, Лукас Васкес биігірек ойнайтын сияқты. Лукас Васкес бәрібір де. Жалпы өткен Хетафеге қарсы ойында да тамашаладық, шабуылға өте көп ат салысады. Жалпы бастысы Камавинга жоқ. Камавинганы жарақат алып қалды. Сол себепті Вальвердені ортаға шығару керек, әйтпесе басқа амал жоқ дейсіз. Ал біздің арнамыз демеушісі Бригзбет компаниясы, төменде сілтеме тұр. Бригзода промокодын ұмытпаңыздар. Сәттілік. Жоқ, негізі ол күшті ғой жігіттер, бірақ Карло Анчелотти деген азамат, ақсақал көкеміз, ол ротациядан өте алыс адам ғой. Сондықтан бірінші әңгіме Фран Гарсияның шығуының өзі қазір 50-50. Өйткені өткен ойында біз оны Алабаны мысалға 100% Алаба шықпайды деп отырдық қой негізінде. Сондықтан ол Анчелотти өзі жақсы көре ма? Мысалға ардагерлерге маусымның ортасынан бастап беруге болатын еді. Ондай нәрселерді берген жоқ. Брайм Диаздың вообще ол бірінші минуттардан алаңға шығуы ол өте фантастика деп ойлаймын мен енді. Өйткені ол Анчелотти ондай, тем более финалда ондай өзгерту бетон жасамайды. Мен негізі сон Мбаппе шығады деп жатырмын. Жай ғана ұсынысым ғой. Мен ойлаймын, Брайм Диас келген кезде де онымен келісім, сен алғашқы минуттардан шығып ойнайсың деген әңгіме болмаған. Екіншіден жаңағы айтып жатқан 4 түйік былай қарай ойнау керек жігіттер, ол былтырғы Барселона емес. Ол былай қарай ойнап көрмеді дейсіңдер ма? Солай қарай ойнап суперкубоктың бірінші таймда не болғанын білесіңдер ғой? Жоқ, мына жерде айтып өтейін. Сондықтан жалпы жігіттер осы маусымда Барселонаға қарсы қалай ойнау керек екенін, соңында ұтылып қалды. Қалай ойнау керек екенін көрсеткен, менің ойымша Атлетико Мадридте емес, Боруссияда емес, ол Сельта. Сельтаның қарымта шабуылдары Барселонаға қарсы. Барселонаның өзінің қарымта шабуылдарынан да мысалға допсыз қалай Барселонаға қарсы ойнауға болады, қандай шешімдер шығаруға болады, анау 4 қорғаушыны қалай ұйықтатып кетуге болады деген сұрақтарға жауап берді деп ойлаймын. Айтқан мәселе ғой, сол Жерар Мартиннің жаңа офсайдтық линияны дұрыс ұстай алмайтыны. Жоқ, ол бір гол ғой енді, одан кейінгілерде ондай болған жоқ. Енді болған жоқ болса да, енді басты Иглесиастың биылғы маусымда Барселонаға Ла Лигада жалғыз хет-трик жасаған адам. Бірақ Селта жеңілді 4-3 есебімен. Жеңілді, соңғы қорғаныста Селта өте нашар болды. Ар жақта Ламин Ямал мен Рафинья жалпы шайқап тастады қорғаушылар алады. Бос кеңістіктер өте көп. Жалпы шабуылды айтып отырмын. Шабуылды. Реалдың қазір Барселонаға қай клубқа қарау керек десең, ол Боруссия Дортмундтың Сигнал Идуна Парктегі ойыны. 3-1 есебімен жеңді. Сол кезде Боруссия Дортмунд керемет ойнады. Қалай ойнау керек екенін міне сол кезде көрсетті. Ол кезде Барселонада, мен ойлаймын, Барселонада да мотивация шамалда болсын. Енді мотивация бөлек, бірақ бәрібір де деген әңгіме болған сияқты. Болса да, ол алаңға шыққаннан кейін сен бәрібір ойнайсың. Ол ертеңгі Барселона, Чемпиондар лигасында Реал Мадридке ол басқаша ойнайды. Жарайды, мақұл, ол енді өткен ойындар жайлы айтып жатырмыз. Өткен матчта осы Ла Лиганың кезекті турында екі командада өте қатты ротацияға барды, әсіресе Реал Мадрид. Реал Мадрид командасында ардагерлер шықты ғой. Қосалқы құрамда қалған ойыншылар Родриго, Рюдигер, Себальос,
Камавинга, енді Камавинга бәрібір жарақат, Джуд Беллингем, сосын барып Килиан Мбаппе мен Менди де жарақат. Осы Мбаппе мен Менди екі франциялық осы кубок финалына қайта оралуға жақын. Сонымен қоса Барселонада да біраз өзгерістер болды. Эрик Гарсия, артқы жартылай қорғаушы, орталық қорғаушы және оң қапталдағы қорғаушы өзіне жаңа позиция ашты. Эрик Гарсия оң қапталдағы қорғаушы позициясында. Ансу Фати, Ансу Фати. Сосын мына жерде сол қапталдағы жаңағы қорғаушылар да болсын, Эрик Гарсия сол аяқты оң жағында ойнады, жаңа Форд дейтін оң аяқты сол жағында ойнады да. Сол жері қызық болды да. Шамалы жаңа кімнің Ханси Фликтің шамалы догматик екенін көрдік бұл жерден. Бірақ Мальоркада да жалпы 5-6 негізгі тұрған футболшысы болған жоқ, сол себепті де осындай қанша соққы болғанын айтамыз ба? 40 соққы. 40 соққы, иә. Мен бұны көрмеген, иә, Сан Мариноның ойындарда көрген шығармын, бірақ бір голшы. Клубтық деңгейде 40 соққы бір голшы. Бір шабуылда 5 соққы жасады ғой. 8 секундта. 40 соққы күшті, бір гол. Кешір мені ма? XG 3.41 ғой. Не істеген? Реал Мадрид деген 0.5 XG мен 0.5 XG мен 3 гол соғып жатады ғой жақта ше. Вальверде алыстан тебе беріп. Сол Вальверденің Вальверде құтқарды. Хетафеге қарсы кездесуде. Реал Мадридтің қазіргі жақсы ойыншысы. Атлетикке қарсы кездесуде Вальверде құтқарды. Ал Хетафеге қарсы Гүлер жарқын өнер көрсетті. Анчелотти айтты ғой, мен бұны алдыңғы шепте емес, орталық шепте көремін деп. Алдыңғы дегенде қапталда емес, плеймейкер ретінде. Плеймейкер ретінде көремін, 8-дік, жоғарғы 8-дік немесе 10-дық. Енді сол позициядан салып тұр ғой. Арда Гүлер кәдімгідей орталық қорғаушылардың линиясына түсіп, Модрич болып жүр екен. Біз Модрич еле қалды. Күйлердің де аш екенді көрінеді ойынға ше. Оң аяқпен тебе салды ғой. Осы ана Эдегардың бастағанына ұқсамай ма Реалда? Аш ғой. Эдегарда дәл солай келіп, шамалы аштау болып, ойын несін алған жоқ. Пишараға енді орын жоқ енді. Орын жоқ, иә, орын жоқ. Беллингемнің орнына қоясың ба? Кімнің орнына қоясың? Кімнің орнына қоясың? Себалистің бәрде. Жоқ, сол жалғыз үміткер сол Модричтің орны ғой. Вальверде оң жаққа жіберіп. Модрич те қосалқы құрамда ғой, Модрич. Жоқ, Модрич орнында дегенде Модрич те қосалқы құрамдағы орны ғой. Сол позиция ғой. Енді Модрич бірінші таңдау ғой. Напад хвате. Ал Гүлер болса мүлде шықпайды көбінесе. Сол үшін Модричтің орнын басып, қосалқы құрамнан бірден шығатын ойыншы болады да енді. Нағашылар жақтан келген бала сияқты ардагерлер ше. Кім көріп қалады екен деп жүреді әйтеуір. Иә, енді не дейміз, сол Мальоркаға қарсы енді 40 соққы дейтін, мен шын айтамын. Барселона мықты. Барселона мықты, иә. Биылғы Барселона өте күшті ғой. Требл ала ма? Требл алу жағы өте қиын. Өйткені Барселона ширек финалға дейін Чемпиондар Лигасындағы номері бірінші команда болып тұрды. Барселонаның, иә. Дәл қазіргі жартылай финалда мен ойлаймын, 4 команданың да деңгейі алу көрсеткіші 25 соқ болды. Күнтізбесі Барсаның сұмдығы енді. Интер, жоқ мына, Реал Мадрид, Интер, неқта, сәл демалуат Валladолидке қарсы. Сосын қайтадан. Валladолидке қарсы форттардың шабатын жер ма? Қайтадан Интер, сосын Реал Мадрид. Екі рет Реал Мадрид және екі рет Интерге қарсы қатарынан. Екі апта ішінде. Корольдік клуб барымыз саламыз сіздерді шашыртуға ше. Көреміз енді. Реалдың да енді құтқаратын матчы ғой. Осы сезонды құтқаратын осы матчы. Сонда атап өтейік. Карло Анчелотти құтқарып қалуы мүмкін. Ана Ла Лигада ойында өте маңызды болады ғой. Өте маңызды. Енді 4 ұпай ғой, оның ойызын жеңсе де. Жоқ, енді қазір білмейсің ғой мысалы. Білмеймін. Жоқ, мысалы Валladолид Барселона жеңетін шығар мәселен. Атлетикпен ойын бар ғой еще. Жоқ, Атлетикпен бар ғой, бірақ сондай ойындар бар ғой деймін да енді. Турнир кестесінде бәрібір енді бірінші Реал Мадрид жеңімасын кейін айтамыз. Иә, сол ғой. Бірінші жеңімасын. Вильяреал бар. Көке асықпаңыздар, неғылыстар. Жоқ. Тілектеспіз, бірақ асықпаңыздар. Жоқ, Реал Мадрид Барселона бірінші жеңімасын деймін да. Иә. Оның өзі кәдімгідей өте үлкен күмән. Проблема ғой. Қазір өте үлкен мәселе, ол қанша жанкүйер болсақ та шындықты айту керек қой. Ақтап алуға тырыспаймыз ғой команда. Барсаға тең нәтиженің өзі жеткілікті. Мен бірақ ойлаймын да, бір ішімнен ойлаймын ғой, Мбаппе травма алып, Мбаппе шықпай-ақ қойса да, мен ойлаймын да, анау екі қошқардың басы ше, бір қазанға әлі сыймай жүр бар ғой. Иә, мен толықтай келісемін. Сондықтан егер Мбаппе шықпаса, команда Беллингем барлығы ромб қайтып келеді да біздегі. Екеу Беллингем тарс барлығы. Винисиуске жұмыс жасайды да. Винисиуске жұмыс жасайды. Винисиусты жарынысты алып тастайды да, береді ше, ортаға береді. Әйтпесе Мбаппе ортада ашық тұрса да,
бүйткен күйі қалып кетіп жатыр ғой. иә Өте көрінеді да уже маусымның басында олар байқатпай бір-бірін құшақтап қазір жаймен голды құттықтағандарында қарасаңдар ана өзінің бразильцтермен барып ана өзін чуть-чуть байқалады. иә Бар екен ше. Реал Мадрид доп қарсыласты кезінде 9 футболшымен қалады ғой. Винисиус пен Мбаппе Иә. қайтпайды артқа. иә 8 Прессинг 8 жасамайды. ойыншымен қорған жасаса иә Беллингем мен Родриго беше тілі салақта бар жақта әріл-бел жүгіріп Чуамени, Вальверде дейтіндер, иә, иә, Вальверде деген оң қапталда қорғаушып кетті Иә. ғой. Сосын 85-тен кейін уже Беллингемдерді қоя салады ғой. Мбаппеге қарайды да мен де лига чемпионы раз барына жүгірмесең жүгірме дейді болды сонымен. 85 жігіт как раз Карло Анчелоттидің футболшы ауыстыратын уақыты. Бұл маусымда мен ойлаймын енді Карло Анчелотти ең құрығанда бір атат шығар деп. Жаңа баласы ойында ма? Иә, баласы. 38-ші Испания кубогындағы 38-ші Эл Классико жалпы 296-шы ма? Иә. Екінші сен статистиканы айтып отырсың, Иә. Фликтің бірде-бір финал жеңілмегені бар ғой. Иә. енді Флик ол қазіргі биылғы маусымда Биыл да жеңілген иә. Жоқ, биылғы маусымда қазір байқасаңдар, қанша жерден Барселона болса да, Реал Мадрид болса да, командадағы жігіттер бар ғой. Өте шаршап жүр. Енді Иә, иә, байқап 3 жүрсең, күнде 2 матч биылғы өткізу. маусым кәдімгідей. Мен бұған дейінгі маусымға қарағанда биылғы маусымда Енді күшті көп құртып жатыр ше. ротация жасап Иә, алды. сондықтан. Майоркаға қарсы ойында Бірақ демалды. Фликтің Барселона. мінезі ол әрқашан қорқынышты ғой. Барселона біріншіден бір күн ерте ойнады матчын. Бір күн ерте Сонымен қоса Фатилар шықты. Мүлде ойнамайтын. Валенсияны 7-1 жеңіп жатса да қосылқырынан шығармайтын Фати шықты. Негізі орамда болды. Форттар шықты. Содан кейін болды ғой Осы жерден қоя салайын деші. Иә, осы жерден. Жоқ, плюстерді санасақ, Барселонаның плюсы 2 есе көп қой. Реал Мадридке. Реал Мадридтің мен ойлаймын бұл жерде бір-ақ нәрсе бар алып шығатын. Осы маусымға дейінгі алып шыққаны, жұрттар оны сәттілік дейді, жұрттар төреші дейді. Бірақ мен Реал Мадрид сол үшін жақсы көремін да. Характер ғана алып шығады бұл жерде. Болды. Магия. Жоқ, магия емес ол. Вот біреулер магия дейді, ол әркім көзқарасы әртүрлі ғой. Сондықтан мен ол көзқарастарды сыйлаймын. Иә. Ол біреудің көзқарасы үшін адамдарды кінәлауға болмайды. Иә. Бірақ мен жақсы көретінім ол Реал Мадридтің ол мінезі. Осыған дейінгі Барселонаға көрсеткен жалпы чемпиондар лигасы болсын. Берілмейді дейсің ғой. Жоқ, берілмегенде берілмейді, болмаса ситуацияны уақытында жөндеп үлгереді. Сол мінез ғана алып шығады. Ол жігіттердің жеке индивидуалды классикалық әдістері, тактикасы, Анчелоттидің заминадан шығатын ойыншылар, алғашқы құрам, Куртуаның сейфі емес ол. Ол үлкен мінезді анау. Сол ғана алып шығады. Сол мінез дейтін Тони Кросспен бірге кетіп қалған жоқ па? Былай келсек, мүмкін. Реал Мадрид жанкүйерлері, Абылайхан сен мінез деп айтып отырсың. Егер деп отырмын, мысалы, Барселона, Реал Мадрид осы Испания кубогында жеңсе, характер деген әңгімені қойыңызшы. Магия. Бір андай жоқ нәрсенше, шынымен жоқ нәрсе деген ол характер деген нәрсе ол жоқ нәрсе емес. Алаңдағы сен Атлетико Мадридқа кезінде өткен Барселонада сонда характер жоқ па сонда? Жоқ, мен жоқ деп айтқан жоқпын. Енді барлық командада характер бар керек болса. Жоқ, характер жоқ командалар бар ғой. Бәрі көтерілетін командалар бар ғой. Ипсвичтер. Жоқ, топ клубтарында кім характер жоқ? Атлетико Мадридте характер жоқ деп айта аласың ба мысалы? Енді Арсеналдың осы уақытқа дейін Пассажаны характер жоқ деп айта аласың ба? Жоқ, мынадай нәрсе ғой, жігіттер. Ливерпульда айырып тастады. Адамда команданы былай қарап тұрсаңдар, өзі о басынан келе жатқан кезде бәрі күшті болады да, бір нәрсе жетпей тұрады. Мен ойлаймын, сол нәрсе ол адамда команданың характері. Жоқ, характер емес. Мен бәрібірде оны характер емес, жеке шеберлік деп айта аламын. Мбаппе, Винисиус, Джуд Беллингем сияқты әлемдік деңгейдегі футболшылар командаға қарамай, жай өзі эпизодта тура сол минутта, секундта мәселені шешіп, жеңісті жолға кетуге күш жетеді. Мен сол Реал Мадридтің басты күші деп ойлаймын. Характер деген басқа әңгіме ол. Бексұлтан. Сонда Реал Мадридте ғана характер бар, басқа характер жоқ па? Не обязательно сенің ойың басқаша болса, анау менің ойым жоққа шығарып салуға болмайды ол. Иә, не обязательно ол менікі де дұрыс, сенікі де дұрыс, ол сен де дұрыс. Отказ бер деп отқан жоқпын ба сен ойыңды? Жоқ, сенің ойыңа просто қарсы келіп жатырмын болды. Характер емес деп. Сенің ойыңа қарсы келіп жатырмын. Сен өзіңді қалай бер, мен сені ойыңды ауыстыр деп отқан жоқпын. Анау емес деп айтқанда ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол характер болады, ол жеке шеберлікте әсер етеді. Әртүрлі нәрселер ғой, төреші де әсер етеді, төреші де әсер етпейді деген сияқты ше, мысалға. Команданың бір-бірімен сыйгырынысы әсер етеді, ол жерде көп қой, бірақ көп жағдайда менің көзқарасымда, айттым ғой, менің көзқарасымда. Сіздер ойламасаңыздар, иә, дұрыс. Пожалуйста.
сен Сол- пожалуйста менің мен саған көзқарасым- қарсы келіп жатқан жоқпын менің ғой. көзқарасымда характер алып шықты. Осыған дейінгілерде. бірақ Енді мен дұрыс айтып жатқан қойдың, дұрыс, жоқпын. келістім. Барселонаның характері нашар болады деп жатқан жоқпын. Екеуінің характердің ішінде кімдікі мықты, сол жеңіске жетеді. жоқ оны біз Иә. Дұрыс, жалпы. оның бәрі, бірақ сен өз айтты ойыңды болды, ары айттың, қарай мен өз айтпа. ойымды айттым. мен Әрине, өз әрине. ойымды айттым. Және тағы да қосайын. Мысалы, былтыр ПСЖ деген клубта Мбаппе ойнады. Мбаппе ПСЖ ең кім мықты болды сол кезде. Манчестер Ситиге қарсы ойнап жатса да, ПСЖ былтыр ширек финалда бірінші ойында жеңіліп, екінші ойында енді қиын жағдайға келді ғой. Сол кезде де бәрібір де, мысалы, Барселона фаворит екенін білесің да, немесе Манчестер Сити ПСЖ қарсы фаворит екенін білесің. Мысалы, бүгінде Барселона Реал Мадридке қарсы бәс жоғары фаворит. Дегенмен Мбаппе деген фактор болды да ол кезде. Ол Мбаппе деген фактор, ол жеке шеберлік. Ал Реал Мадридте 3 Мбаппенің деңгейінде ойнайтын ойыншы бар. Винисиус, Мбаппе, Джуд Беллингем, ар жақта басқаларын айтпай-ақ қойын. Родригосы бар. Вальвердені айтшы. Вальверде, ол вообще топчик. Мысалы, сол сияқты біз мен де мысалы Барселонаның айқын фаворит деп айта алмаймын да. Бәрібір де. Жоқ, айқын фаворит. Айта бер. Айқын Барселона фаворит. ойын бойынша айқын фаворит. Айқын фаворит. Биылғы маусымда бұл финал. Барса кез келген командаға айқын фаворит. Биылғы маусымда Барсаға тең финал келетін бірде-бір. финал болды. Суперкубокте финал болды. Қай кезде айқын фаворит деймін ба? Мысалы, Барса мен Реал Кубокты алған кезде. Реал Мадрид жартылай финалда кездесіп қалса, мысалы, 180 минут ойын болса, мен Барса фаворит деп анық сенім айтатын едім. Бұл жерде 90 минут футбол. Кез келген нәрсе ойнап орын алуы мүмкін. Суперкубокте финалда ойнадыңдар ғой? Бірақ ойын ғой. Жоқ, ол Бірақ енді ойын ғой суперкубокта енді. ойын ол сол Жоқ, бірақ ойын ғой ол. Ал 2 матчтық кездесу болса, мен сенімді түрде айтатын едім. Түсінесің ба? Ал бұл жерде бір ойын болғаннан кейін бәрібір де жеке шеберлікпен алып кетуі мүмкін. Басқа шанс жоқ Реал Мадридте. Тактика бойынша ойын Анчелоттидің құрған схемасы несі. осындай әңгімелер негізі Арсеналдың екінші ойынға қарсы осындай әңгімелер болды. Характер, қайтып келеді, ремонтада деді. Көп әңгімелер айтылды да. Екінші матчқа келген кезде бірінші матчпен қарағанда ешқандай мен жоқ, мен Арсеналдың ойында ол үшінде отырдым. Көз тірі, өз тір. Мен айттым, өте қиын жігіттер. Жоқ, сен емес, басқа адамдардан әңгімелер де сондай болды. енді ол видишь, ол жанкүйер болғаннан кейін сондайға сенгісі келеді да. Енді сен де соны характер дейтінге сеніп отырсың да. Жоқ, ол басқа нәрсе. Мен Арсеналдың ойында мен ол нәрсені айтқан жоқпын даже. Айтқан жоқпын. Өйткені мен айттым, болдық, осы жерден қоямыз. Даже ертеңгі Кубок Испанияда ұтылып қалса да, мен Реал Мадридті кінәламаймын. Мен бұндай команда деп ше. Биыл Реал Мадридке қандай жағдаймен чемпионат аяқтаса да ренжудің қажеті жоқ. Дұрыс айтасың. Карло Анчелоттиға да ренжудің қажеті жоқ. Реал Мадрид ала беру керек емес қой бәрін. Анчелоттиға мүлде ренжудің қажеті жоқ. Әрине. Ана жерде сен 20 жастағы, 19 жастағы балалардың бір-бір елшісі бар мысалға. Бір-бір мотивация жоқ. Жарақаттар ғой басты. Жарақат бар. Сезондағы ауыр ойын бар. Қайда? Ротация маусымның басынан басталды ғой. Сондықтан Камавинга байғұстың қақпашы ойнамаған шығар, қалған жердің бәрін. Сосын ана Флорентино Перестің қысқы усилениядан ең басты усилениесі Алаба болды ғой. Жарақатынан айыққан Алаба. Біздің главный трансфер, басты трансфер осы Алаба деді. Оның өзі мартта бір қосылды. Соның өзі мартта бір қосылды. Ол енді басты трансфер. Өте бишара әңгіме ма? Иә, бишара, сол енді. Өте бишара әңгіме ғой былай. Басты трансфер Алаба болса енді білмеймін. Так, және осы финалға келетін болсақ, Барса мен Реал өзара 7 мәрте финалда Испания кубогында кездескен екен. Үшеуінде Барселона жеңіске жетті, төртеуінде Реал Мадрид. Осындай да статистика бар екен. Соңғы 10 жылда Барселонаның ұта алмай келеді Реал Мадрид. Мен соңғы финал есімде ана Бейлдің Бартрадан қашып кеткен. Испания кубогында жиналған кезде, кездескен кезде соңғы достан 10 жыл бұрын 2013-те ма сондайда ойнады ана Бейл Бартрадан қашып кететін бір гол болды ғой. Сол. Ол кезде Реалда аутсайдер болып келді. Роналду ойнаған жоқ ол матчта. Иә, сол кезде аутсайдер болып келді, бірақ бір магиямен ол жыл Лига чемпионовты да алды, Атлетико соңғы минутта Рамос салған кезде. Ол кезде енді магия ма, енді сен айтып тұрған характер ма, ол кезде жұмыс істеді. Бұл кезде енді сол сен айтып тұрған характерді Тони Кросс өзімен бірге алып кетті ма деген ой бар да. Мүмкін. Өйткені қазіргі жігіттерден бір от көрмейсің оныш. Нефті көтереді. Осылай, жалпы Барселонада сол енді ертең ойын бойын деп тұр. Кім шығады, шықпайтын біз нақты білеміз. Мысалы, Дани Ольмо. Бір-екі тек позиция бойынша тек жаңа болмаса, қалған бәрін білеміз. Иә, мысалы Дани Ольмоға мен бұл ойында өте үлкен сенім артып отырмын. Жарса Ольмо жарады. Дани Ольмо допты алса бірден бір өткір шабуылды бастайды.
допты қабылдай ма, бір қауіп күтесің одан ше. Сол жағынан ұнайды. Мысалы басқа Фермин Лопес те соған ұқсайды, дегенмен Фермин Лопестің сондай соңғы пас, соңғы соққы келген кезде сәл шаятыны бар. Рафиня мен Ямал ғой енді, бірақ бірінші орында. Иә, олар енді қапталда. Ал бұл жерде ортада Дани Ольмо болып тұр. Бірінші позиция, және 3 ойында ол 97 минут өткізіп, 2 гол соқты. Және соңғы ойында пенальти әкеп камбэк жасауға көмектесті. 4-3 селдан жеңген кезде. Енді Испания кубогында сендердің ең үздік бомбардирлерің Ферран Торрес қой, 5 гол. Иә. Бізде Эндрик екінші пландағы жігіттердің осы бір ойында Эндрик бар екен ғой, баппе шықпаса айттық ше, мәннан қара. Түстен нағашылардың балдары ғой, маған айтып атқан ше. Эндрик бірге бір шыққанын көрдің ба сен? Эндрик Ламин Ямалды Ямалдың Эндрикті шығып қалуы мүмкін, Мбаппе болмаса. Сол бірге бір шығып болса алмай қалды Эндрик. 2 минуттан кейін алып тастады ма? Карло Анчелотти кәдімгідей сынады оны. Бірден алып тастады. Бұның ондай сәтте күшке салып соққы жасауын керексің. Енді ол шабуылшы ғой. О, Эндрикті бұл негізі андай несі аяды. Ана соңғы минутта Хетафе салған кезде, сол кезде. Бірақ ол кезде вар қарап мүмкін. Иә, мүмкін. Реал Мадридке пенальти беріп жіберіп, Реал Мадрид тағы гол салып кетуі мүмкін еді. Ямалдың да істеген мысалға тоже. Енді Ямалдікі, иә. Ондай жаста ондай істеуге болмайды деп ойлаймын мен. Мысалға да. Ол ондай жасқа жеткен кезде сен ондай финт істеу үшін сен жоқ дегенде сенің артында 2 чемпиондар лигасы, кубок, сен 23 жастан асқан жігіт болу керексің. Ямал хотя бы ұрды да? Ямал хотя бы ұрды. Ямалдың сізде сондай. Эндрикті енді сәл Эндрикті де вообще. Ямал футболды сол өнер, магия ретінде көреді да. Сол себепті ол түсінікті. Бұрыннан сондай ол финттерді көп жасайды. Енді допты ең көп жоғалтатын ойыншылардың бірі, мысалы Ламин Ямал. Сол себепті мақұл жарайды. Бір жеңіс бар, басы 3 ұпай. Сол үшін ұмытылады ондай кезде. Бірден ұмытылады болса. Иә. Ал енді жігіттер, осы матчты аяқтайық. Болжам ба? Болжамдар. Барсан мақтап Реалға қойып. Мен өзім болжамды айтайыншы бірінші. Менің болжамым. Айтқан істеген істеме деген болып жатыр ғой. Жігіттер айтпақшы, біздің болжамдарды мүлде қайталамаңдар. Иә. Қате қайталаған. Жалпы менің болжамым Барселона Реал Мадрид ойынында Барселона жеңіске жетеді деп жатырмын. Жеңіске жетеді. Кубок көтереді. Жеңіске жетеді деп ойлағандар болса, деп жатырмын. Сен ойлағандар болса, оны өздері істей берсін деші. Ал сіздерде қандай? Жеңіске жетеді деп отырсың ба? Иә. Кім? Аблайхан айтсайшы. Аблайхан, сізден. Сонау енді анау қонақ. Әулиелігі шыққан жігіт соңында қалдырмадыңдар ма? Қонақ мен айтайын. Сауын кесіп, алғаш рет шақырып тұрмын деді ғой сен. Жаңа персонаж. Мақтап әлі қысап отырса ма? Мақтап. Енді сен сөйлегіз деп ше. Менде 3 нұсқа болды негізі. Ойынға дейін сары қағаздар болды. Бұргіз бұрын кешен өзім былай көріп жүрмін. Негізі былай сары қағазды аямайтын судья. Біріншісі сары қағаздар болды. Көріп жүрмін, кешке кәлән жегіп тұрамыз дегендегі айтқан же, спокойлық. Екіншісі Мбаппе салат деген ой болды негізі. Бірақ Мбаппе енді бастап құрамнан шықпаса, енді ол жаңа бәс возврат болады. Бұл жерде Реал Мадрид екінші таймда соғады деген. Жеке ойындарды бәрін қарап шықтым. Ұтылса да екінші таймда мен ойымша соғу қажет. Қанша? 1.62 дейтін коэффициент. 1.64 дейтін коэффициент. Сенікін айтпадың ғой? Қанша екен? Менікі айтқан жоқ. Жеңіске жетеді дедің да, сонымен 2.24. 2.24. Паузадан кейін айтып едім, бөліп жібердім ғой. Сен өзің бір сөз бердің ғой, ляха? 2.24 деп айтады. Тігідәлең саласыз ба? 2.24? 2-ден түспедіңіз ғой үші ме? Түспедім. Сенікі 1.62? 1.64. Мен енді анау Реал Мадридтің ойынына өзі үйреніп қалған өзім нем бар. Рабочий схема. Иә, рабочий. Соңғы ойында жұмыс жасады, өйткені Реал Мадрид мен Барселонаға тіккім келді, бірақ жүрегім жібермеді. Енді сондықтан Реал Мадридке де тіккім келді, миым жібермеді деген жер. Сондықтан екінші күлкісі де осынша. Екінші. Енді тегін ғой. Тегін ғой. Жоқ, ұнайды маған жалпы. Екінші таймда әдеттегідей Реал Мадридтен Барселона ойынында жоқ дегенде 2 гол болатын шығар деп отырмын. 1.5-нан көп. 1.72 коэффициент.
Бәрекелді. Өткен жолда 1.72 болған. Ұстап қол. Әдемі Ой, өтіп рахмет, тұр, рахмет. шығып тұр. Сенге де шығып тұр. Бұйырса. Сенге де шығып тұр. Мен екен білмеймін бірақ деп ше. Жақсы, жарайды. Скромный Жігіттер, болып қалдыңыз ба? осындай бізде болжам. Енді келесі матчтарды жылдам Иә. блиц реттерде талқыласақ болады. Жалғастырамыз. Ал енді жігіттер, жылдам. Екінші матчтан қандай сендерде? Кристал Пэлас Астон Вилла, Екеумізде бірдей матч. Англия кубогы, жартылай финал. Менде Манчестер Сити, Ноттингем Форест. Екінші жартылай финал. Иә. Енді сіздердің Әбіш сен болжамы? Енді мен тағы да Астон Виллаға үлкен үмітпен қараймын. Қонақта ойнаса да. Кристал Пэластың соңғы 4 ойынның жағдайы өте нашар. Астон Вилла, Унай Эмери әлі де кубок ұстауға ұмтылады. Астон Вилла лайықты. Сондықтан қонақта ойнаса да Астон Вилла 2 гол соғады деп отырмын. 1,5-нан көп. Әдеттегідей Астон Виллаға 2-де 13 коэффициент. Ана жігіттерге мен өте қатты сенем. Ол жігіттердің өздері де сенеді. Дон Малин, Решфорд, Асенсио. Астон Вилла негізі жеңіске жетеді дегенді алсам да болатын еді, бірақ кім біледі деген ойын болды да. Сондықтан 1,5-нан көп. Дұрыс деп отырсың. Негізі Кристал Пэласте оңай қарсылас емес. Арсеналға қарсы ойында ұнады маған бұл жігіттер. Ал Менікі ұқсас, бірақ шамалы ақырындауын алдым. Астон Вилла өтеді. 2 кубоктық бапкер, біреу Оливер Гласнер, біреу Унай Эмери. Унай Эмерінің бір несі бар да. Қай елде бапкер болды, сол елде міндетті түрде бір трофей алған. Енді Англияның кезегі келгенсе, Англияда әлі алған жоқ. Енді Англияның кезегі келіп тұрған сияқты, Сити өтсе де, менің ойымша Астон Вилла фаворит болады сияқты. Сосын Астон Вилла өтеді келесі финалға деген 1,61 коэффициент. Әдемі, өте тамаша. Ал менде Ноттингем Форест Манчестер Сити матчын таңдадым. Бұл жерде әрине Сити айқын фаворит. Сити жалпы кубок жоқ басқа. Лигадан да ұшты, бәрінен ұшты. Сол себепті бір наверняка өтетін болжам таңдадым. Осы өтпесе білмеймін мен жігіттер. Манчестер Сити жеңілмейді. Және 1,5-нан көп. 1,51 коэффициентке. Басқа екі болжамында коэффициент көп. Осы сені көңіл түсіреді ау палуан. Неге? Ноттингем Форест сен әлеуетін бағалабай отырсың ау. Сити өте жоғары бағалап. Сити мықты бәрі. Гвардиола екеуің өсті отырып бердің. Неғып өйттігі деп қаласыңдар ау. Ноттингем Форест жеңілмейді ғой енді. Манчестер Сити жеңілмеу керек қой, по идее. Жартылай финалда шығып кетпейтін шығар енді. Шығып кетпейді деп ойлаймын. Бұл да жаңа Реалдың несі. Бірақ енді Манчестер Сити по идее жеңілмеу керек қой дейтін ойындары көп болып жатыр ғой. Биылғы маусымда. Жоқ, енді бұл да Ситидің жаңа единственный шанс қой осы сезонды маусымды құтқаратын. Чемпионатта ойын емес. Иә, чемпионатта ойын емес. Сол себептен бұл жерде бұл да құтқармайтын сияқты. Менің ойымша бірінші таймда шарттайтын сияқты. 2-0 есебімен жеңеді да, кейін 3-2 есебімен. 3-2 есебімен. Мал оқыламыз кейін. Жарайды. Жеп қалды. Жетел алдың ба? Енді келесі ойын. Ливерпуль Тоттенхэм. Ливерпуль Тоттенхэм менде де Ливерпуль Тоттенхэм. Менде Челси Эвертон. Челси Эвертон дейді. Лондонның көк жағы. Челси жеңген ма сонымен? Челси жоқ, жеңу деген жоқ, Челсида деген ше. Пока тұра тұрауын десе. Челси жеңет деген эстед алып тастады ма не істеді? Челси Энсо Маресканы өзі тікпейтін сияқты, Челси жеңет дегенге. Сондықтан Челсидің аристократтары ренжімесін. Пока басқа тірлікпен айналыса тұрсын, ол жігіттер футболдан басқа. Бірақ Челси 2 гол соғады деп тұр. 2 гол соқса жеңеді ғонда. Эвертон 3 гол соқпайды деп кім айтты саған? Соқпайды. Спорим, 3 гол соқпайды. 4 гол соғады дейші. Жоқ енді. Тамаша. Әзіл ғой. 1,5-нан көп па? 1,5-нан әдеттегідей. Жалпы сенде бәрі 1,5 екен. 1,72. Иә, 1,5-нан көп. Барлығы 1,5. Өткен жолда сондай болды ғой. Әбіш полторашка деген. Полторашка жаман екенсің. Полтора больше десең қаншама? Әбіш полтора больше. Полторашка деген кішкентайлар дейді. Полторашка десе Ливерпуль таппайды. Ойын 1,80 алып бауырым. Ол жағынан емаппын. Полтора больше. Жоқ, жаңағы әзіл-әзілмен Челси енді чемпиондар лигасына ұмтылады шығар. Лига конференцияда гол ойналармен жүрмейді шығар. Лигалармен. Оның үстінен Тарковский ойнамайды. Форест, ау? Тарковский ойнамайды. Соны айтып тек оның орнына Майкл Кин шығады шығар. Сол себептен 2 гол соғады. 2 гол соғады. Жалпы коэффициентін дейді сол. Жалпы коэффициентім 6,3. 6,3. Бәрекелді, керемет. 63 мың ба сонда шығатыны.
Сендер андай шыққан кезде бір шотал дейтін заттар бола ма? Болмай ма? Жоқ, шотал харам бізде жалпы. Все. Шотал қабылданбайды. Сізде? Жалпы мен Ливерпуль, Тоттенхэм. шотал бермеймін, шотал алмаймын мен. Жарайды. болды. Жалпы жеке өзім айтамын. Әркім өзі. Үйреніп алатын нәрсе екен деген. Так, Ливерпуль, Тоттенхэм ба? Мен бұл негізі осы ставка менде ана кешегі Арсеналдың ойыннан кейін шықты. Ливерпульға тең нәтижеде жетеді. Иә. Ливерпуль 2019 беді чемпион болған, ол кезде жаңа ковид болды да, өз жанкүйерлерімен тойлай алмай қалды да Юрген Клоп. Енді осы жерде Энфилд, Тоттенхэм екінші ораммен шығып қалды. Матчтан кейін бәрі жүгіре ма? Иә, бәрі жүгіреді, айқай, шу, өлең, юлны, велклон, бәрі болады. Сәл бір андай мерекелік бір настроение болып, бұл жерде енді бірінші айналымда 6-3 болды ма? Енді бұл жерде бір сондай бір есепті күтем. Сондай есепті күтем, енді екеуі де соғады деген 1.62. Соңы жалпы коэффициент саны Ливерпуль көшелерінде салқын сумен аяқталады дейсің ғой. Иә. Әлгінің салқыны. Иә, әлгінің. Жалпы коэффициент 4.29. 4.29 ба? Әдемі. Бірінші кеп отқан скромный. Таза, иә. Сөйтіп бастайсың да, кейін 8.5 деп отырасың дегенше. Полтора больше. Мен Арсеналдың победасын алдым 4.5 коэффициент. Жалпы коэффициент 20. Бізде сол 4-ті бастағанбыз біріншіде. Екіншіде 9-да 3-пен шықтық. 4-қа 9-да шықты дегенше. 7-те 12 коэффициент дегенде Ливерпуль Тоттенхэм ойынында мен жаңағы фейерверк дейсің ғой, фестиваль болатын сияқты қақпаға тура соққылар санын таңдадым мен. Фестивальдағы құтты болатын жігіттер. Тура қақпаға батылған соққылар саны 8-ден көп. 2-1 коэффициент. Подарка ғой мынау. Кім? О, жалпы ма? Жалпы 8-ақ соққы бірген. Ойбай, Тоттенхэм 3-4-ін жасайды. Білмей қалдық дегенше. Бұлан неге айтпадыңдар жігіттер? Айту керек пе? 10 дегенге неше беріп тұр сонда? Қазір сен бит. Ақшаны бетіне қарамай 10-ға кіру керек сияқты. Продат дегенді бас 7,5 теңгеге. 2,5 деген қалтаңнан шығарасың. Сөйтіп қайтадан 7,5-нан көп дейіп қосып салсын. 9,5-нан көп дегенді ма алу керек ау мына жерде? Сразу ма? Иә. Сондықтан 2-1 коэффициент қой соның болса. Бұны мақтаған дұрыс па дұрыс емес па білмеймін, бірақ тәжірибең бар екенін көрсетіп тұрсың осы жерде. Ойбу, шатасып кеттім ғой мен. Индивидуальный тотал первый екен ғой. Ол да шығар. Ол да қорқынышты емес. Сен ананы кімден күтіп отырсың? Әлі кетсе біреуін Тоттенхэм жасайтын шығар. Қалған полный Ливерпульдер деймін. Шатасып кеттім ғой мен. Алисін ұстырып да деген бар ма? Ал, ол да шығады. Алисін. Салақтың үш шығарып береді ау деймін. Сол ғой, Салақтың үш шығармаса да бәрі. 8 соққы болды. Қанша жалпы? Жалпы коэффициент саны менде 7-12, 71.220 теңге бұл. Өткен ойынға қарағанда әжептәуір тәубеңе түсіпсің ғой. Иә, тәубеме келдім. Жалпы тойымсыздықты қойып, осы 71-мен шықса да жақсы. Болатын тіл қанағаттанады. Өте жақсы. Ал жігіттер, Абылай, Әлібек, көрермендер, жалпы барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге тағы бір қосымша алғыс айтамын. Сау болыңыздар. Абылайхан, Әлібек, Бексұлтан, аман болыңыздар. Бізге сәттілік, сіздерге сәттілік.